Ассаламағалейкум, арма қазақ елі, аты жөнім Марғұлан Нұрданғазыұлы. Бүгін сіздерге адам мүмкіндігінің шегін бұзған тұлға жайлы айтпақшымын. Шөл даланы жүгіріп өткен, Гиннестің рекордтар кітабына 7 рет енген жалғыз қазақ. Ол әрине әлемге аты мәшһүр Марат Жыланбаев. 1990 жылдары Сахара Қарақұм үнді шөлін тоқтаусыз жүгіріп өтіп, 7 шөлді бағындырып, 7 рекорд жасаған қазақ. Бұл құр марафон емес еді. Бұл ерік жігердің, рухтың, ұлттың жеңісі болады. Марат аға спорттық мансабын аяқтаған соң халықтың сөзін сөйлейтін жолға түсті. Саясатқа келді. Алға Қазақстан оппозициялық партиясына қосылып, жүйелі өзгеріс, әділетті сайлау, сөз бостандығын талап етіп, халықтың хақысын сұрады. Бірақ сол үшін 2023 жылы ол тұтқынға алынды. Айыбы күлкілі, экстремизм насихаттаушы екенбіз. Шын мәнінде ол ешқандай да заңсыз әрекет жасаған жоқ еді. Ол тек әділет сұрады. Бейбіт жолмен ашық анық халық алдында болды. Қазір ол Қарағандыда тергеу изоляторында отыр. Оның денсаулығы нашарлаған туралы ақпараттар жиі шығып, жиі жарияланып тұрады. Марат Жыланбаев әлем таныған батыр, қазақтың мақтанышы. Неге ол кісі темір тордың ар жағында отыр? Менің бұл видеом саяси ұран емес. Бұл әділет туралы сөз. Марат Жыланбаев қылмыскер емес, ол қаһарман. Егер сен де әділетті жақтайтын болсаң, Алланың алдында аққа жақ екеніңді көрсеткің келетін болса, бұл видеоны бөліс. Дауыс қалдыр, қолдауыңды көрсет. Ұмытпа, әділет кешіксе, бұл да зұлымдық. Үнсіздік келесі құрбанның жолын ашады. Біз үндемесек, кім сөйлейді ағайын, қысқасы. Видеомды бөлісіңіздер, таратыңыздар, парақшама жазылыңыздар, сау сәлеметте болыңыздар.